Баршаңызға қайырлы күн, күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін сіздермен бірге ат-чучук салатының жасалу жолымен бөліскім келіп отыр. Ендеше видеоның соңына дейін қарап, арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта керемет рецепттермен қуантатын болам. Бізге ең алдымен қызанақ қажет болады. Қызанағымызды жуып тазалап, керек емес жерін, яғни құйрығын алып тастайтын боламыз. Дәл видеодағыдай. Қызанағымызды өте жұқа, жіңішке етіп турайтын боламыз. Қаншалықты жіңішке етіп турасаңыз, салатыңыз соншалықты дәмдірек болады. Достар, қазақша контенттің дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қосып, арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдырып отыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта тағы да керемет рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Барлығын әдемілеп, жұқа, жіңішке етіп турап алғаннан соң, таза ыдысымызға қызанақтарымызды орналастырамыз. Енді жуамызды турайтын боламыз. Жуамызды жақсылап, ашып, тазалап, жуып аламыз. Содан соң осындай жіңішке, жұқа етіп тураймыз. Дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай. Бұл салатқа қалауларыңыз бойынша болгар бұрышын қоссаңыздар болады, өте ерекше дәм береді. Және де аскөк, яғни атап айтсақ, көк пияз, укроп және кинза қоссаңыздар болады. Укропты да жақсылап осылай ұсақтап турап аламыз. Бұл салаттың бір дәмін көргеннен соң, міндетті түрде қайта-қайта жасап жейтін боласыздар. Сол үшін видеорецепті сақтап алуды ұмытпаңыздар. Үстінен укропымызды қосамыз және дәміне қарай тұзымызды және қызыл ашты бұрышымызды қосып, барлығын жақсылап шанышқымыздың көмегімен немесе қолымызбен араластырамыз. Мінекей достар, осымен біздің салатымыз дайын. Осылай тарелкеге салып ұсынсаңыздар болады. Түрі де тәбет-ташалық, дәмі де өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Жасап отбасыларыңызды қуантыңыздар.